Дүрбелең күндер. Зор қаһарман Оспан батырдың қолға түсуі. Қатқара деген жерде Сұлтан Шәріп көшіне Оспан батыр мен серіктері Иқан Қасен бастаған 15 түтін келіп қосылады. Сонымен 200-дей түтін болып қаралары көбейеді. Әрі Оспан батырдың келуі босқындарға үлкен күш-жігер береді. Бірақ азық түліктер болмағандықтан Оспан батырлардың жағдайлары ауыр. Көп ат көліктері жау қолында қалып, үлкен ұлы Шердиман аяғынан жаралы болған. Оспан батырдың жанына балаған жалғыз аты Аққайынды әбден арықтаған, оқтаудай жұмырланып құйрық жалы күлтеленген шымқай ақбоздың бұрынғы сұлу тұлға бітімі көзге қораштанып ақ қалған. Қанша шабыс шайқас болса да есім бір ретте далада қалтырмайтын есті жануар да тұралаған. Оспан батыр мен Сұлтан Шәріп көшіне Құмыл әкімі Жолбарысбек те келіп қосылатты. Қатқарада бір күн тынығады. Бұдан шығып 2 күндік шөл арқылы Құлтар деген жерге келеді. Құлтардан көшіп 2-3 күнде Самбастауға, одан Әншіге жетеді. Әншіге жеткенде атты түйелі Қытай моңғол әскерлері шабуыл жасайды. Оспан батырдың қимылының арқасында жаудан аман құтылғанмен бірнеше аттарына оқ тиіп өледі. Ішетін суы, жейтін азықтар бірде бар, бірде жоқ босқындар қиыншылыққа шыдай отырып алға жылжиды. Жолшыбай су ішуге келмейтін тұзды суға жеткенде арттарынан қуып жеткен әскерлермен шайқас басталады. Оспан бастап, басқа жігіттер қостап, қорғаныс жасай отырып соғысып жауға еселерін жібермейді. 2 күн суыт көшіп Дүнген өлкесінің Олымжы, Болымжы тауына ілігеді. Тағы үдере көшуге шамалары келмей, әбден қалжыраған ел осында бірнеше күн тынықпақ болады. Алайда бір түнегеннен кейін-ақ олар өздерін тосқан әскерлердің соққысына тап болады. Өлгендер де, жараланғандар да болады. Тіпті бірнеше адам жау қолына түседі. Ер азаматтардың қаһармандығының арқасында жаудың бетін қайтарып құтылады. Болымшыда жолбарыс бөлініп кетеді. Оспан мен Сұлтан Шәріп елі 2-3 күн көшіп Сүр өзеніне келеді. Жол бойы шағын әскерлер тобымен қақтығысып қалып отырады. Сүр өзенінен Қызыл кезеңге келіп, одан Шарғалжын деген жерге жеткенде, жаудың топтанған жасағы бұларға қарай шаңдатып келе жатады. Әуелі қатты абыржыған ел Оспан батырдың сабырлы қалпын көргенде сабасына түскендей болады. Жау барған сайын жақындай түседі. Оспан батыр атына мініп, бір биік төбенің басындағы тастың қалқасына жайғасады. Басқа жігіттерде ырымтал биіктерден орын алады. Аздан соң ақ атыс басталып кетеді. Оспан батырдың оқтарының бірі бекер кетпейді. Атқан сайын жаудың бірін құлатып өзінің құралайды көзге ататын мергендігін тағы бір көрсетеді. Басқалар да оқты бекер шығармайды. Оспан бастаған жасақтар биікті алып дәлдеп қадап атқандықтан жаудың алдыңғы легіндегі біраз адамы оққа ұшады. Тау-тасты паналап соғысқан босқындардың оңайшылықпен алғызбайтынын байқаған жау әскері кейін шегінуге мәжбүр болады. Ошақты жайлауынан көшкен Оспан батыр көші 52 күн үрдіс көшіп небір ауыр күндерді бастарынан өткереді. 5 жерде жаумен шайқасып адамнан да, күш көліктерден де шығын болады. Көпшілігі өлім тырнағынан аман құтылып, 1950 жылы 28 тамыз күні Қайызға келеді. Бұл жердің жолын білмегендіктен жүк артқан түйелері мен көліктері құйға түсіп қалады. Құтқарып алуға шамасы келмейді. Орта құрсақ адамдардың жағдайы күн сайын қиындай береді. Оспан батырдың ауылы осында қалады. Сұлтан Шәріп Құсайын тайжілер мекендеп отырған Тәжінорға барады. 1950 жылдың қысында Құсайын тайжы Газ көлінен көшіп, Тәжінордың Сырлы там деген жеріне келсе, Қанамбалдан Сұлтан Шәріп кәбендер де осы араға келеді. Оспан мен Жәнәбіл батырлар Қайызды қыстап қалады. 1951 жылы 1 ақпанда Гансу Шыңқай аймағынан шыққан әскери күш Тұтқиылдан Оспан батыр мен Жәнәбіл батырдың ауылын басады. Бейғам отырған ауылдың есі шығып, қарсылықта көрсете алмайды. Алдымен Жәнәбілді қолға түсіреді. Сонда да Жәнәбіл батыр бірнеше Қытайды өлтіреді. Қолға алынғаннан кейін қолдары байлауды алып бара жатқанда бір ыңғайын тауып байлауын шешіп жанындағы Қытайды бауыздап, құралын алып басқа әскерді өлтіріп жіберіп, қалғандарына оқ жаудырған болса да қалың әскерден құтыла алмайды. Шейіт болады. Оспан батырда Тұтқиылдан лап берген жауға оқ жаудырып тойтарыс бермек болады. Оспан батырдың үйінің астында бір қатқан көл бар екен,
дереу атына міне сала жақындап қалған жауға оқ жаудырып бірнешеуін құлатқан болса да, қалың әскер қаптап кеткендіктен қаша соғысуға тырысады. Бұл арада ауылдары да өте мерген болған. Қызы Азапай да жауға оқ жаудырады. Оспан батыр қайта айналып қызын атқа мінгізіп жіберіп қайта шапқанда атының аяғы тайып жығылады. Бұл сәтте әр тарапты орап алған қалың жау Оспан батырды қолға түсіреді. Осылайша 1951 жылы 1 ақпанда Шығыс Түркістан мақтаныш еткен қаһарман Исламұлы Оспан батырдан айырылудың терең қайғысына батты. Тек қана Шығыс Түркістан емес, бүкіл түрік атаулы күйзеліп, бұл зор қайғыға ортақ болды. Бұл жерде зор қаһарман Оспан батыр, Жәнәбіл батыр сияқты халық және отан үшін жандарын құрбан еткен қаншалаған шейіттерімізді құрметпен еске алып, ұлы Алладан рақым тілейміз. Халифа Алтай, Алтайдан ауған ел.